Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіз. Әңгімені соңына дейін тыңдап, қазақша контентті қолдай отырыңыз. Көп рахмет. Ең сүйкімді ұры. Көкірегі құндылыққа қанып өскен келісті кісінің миында миллион түрлі идеялар буырқана қайнап жатады. Оларды жүзеге асырып жарыққа шығарудың өзіндік азарты бар. Құмарлықтың осындай бейаутентикалық түрінен мақұрым қалған типтер футболдың фанатына айналады. Олар баға жетпес ғұмырының ұрланып жатқанын сезбейді. Ат үсті қарасаң, футбол олардың өміріне мәнді артып тұр. Олар футболмен оянып, сонымен ұйықтайды. Әсіресе әлем чемпионаты басталғанда олар сияқты өмірге ғашық адамды таппайсың. Терең барғандары ардагер футболшылардың шежіресін тарқатып, футбол тарихындағы ұсақ-түйек оқиғаның бәрін жатқа соғады. Сүйікті командасының жеңісі үшін өзін құрбан қылатындар да табылады. Ойын біткен соң стадионның айналасында екі жақтың фанаттары төбелеске кіреді. Ондай кезде бас жарылып, қол сыну қалыпты құбылыс. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде. Проблеманың көкесі чемпионат біткесін басталады. Ойынның эйфориясы финал біткесін әрі кетсе бір аптаға созылады. Оның буы басылғасын фанаттардың көңілінде үңірейген бір бостық сезім үстемдік құрады. Олар сағымға алданып қалған шөл даласындағы керуен басындай шыбын жанын қоярға жер таппайды. ютубқа кіріп, Еуропа чемпионаты басталғанша бұрынғы ойындарды басынан бастап қайта көріп шығады. Біздің ғасырда мұндай типтерді бейаутентикалық жолмен болсын өмірге құштар қылып тұратын жарыс түрлері жетеді. Әлем чемпионаты бітсе, Еуропа жарысы басталады. Еуропа бітсе, лигалар додасы қызады. Ол аяқталса, олимпиада бар. Олардың арасын ережесіз жекпе-жек пен бокстың бәсекесі құлатпай ұстап тұрады. Олар шынайы тіршіліктен алыстап, басқа өлшемдегі жалған реалға өтіп кетеді. PlayStation сияқты ойын дискілерін 6 ай сайын ауыстырып, виртуалды әлемдегі ойынды шын қабылдап, соның ішінде өмір сүреді. Бұл ойыншықтың базардағы бағасы $1000 айналасында. Кедейінің өзі несиеге болсын сатып алуға дайын. Кейбір келіншектер PlayStation қуалап қаңғып кеткен күйеуін үйіне байлау үшін осы ойыншықты удай бағаға сатып әперуге мәжбүр. Мұның өзі кәдімгідей жұбаныш. Тіпті ұтымды шешім болуы да мүмкін. Себебі ситуация бақылаудан шыққан кезде біздің фанатик олимпке барып басын жоғалтып алады. Бұл енді саудаң бітті деген белгі. Бастапқы бәсі 500 теңгеден басталатын бұл құмар ең соңы 500 миллион теңгеге дейін ұласады. Ұласқанда 500 миллион теңге ұтып алмайсың, белшеден қарызға батасың. Қарызға батқандар әйелінің алтын жүзік сырғасын бастап, жаңа туған сәбиінің жәрдемақысына шейін ұрлап алады. Ақырында 4-5 баласын қаңғытып, басындағы үйі мен астындағы көлігін тігіп жібереді. Олардың бағы жанып, бұл құмардан өзін тыйғандардың өзі миллиондаған қарызды, құлақкесті құл сияқты жұмыс істеп, 10-15 жылда борышынан әрең құтылады. Футбол жарыстары сені өлгенше жалықтырмай жетектей алады. Бірақ өмірдің шынайы мәнін ешқашан саған сыйламайды. Кез келген ойының біткен сәтінде бойыңдағы қуыс кеуде дерті жаныңды сығып шыға келеді. Қартайғанда оған қарсы тұратын қуатың да қалмайды. Себебі тұла бойыңа құндылық сіңіріп, даналық меңгеру жастық шақтың мұқалмас жігерін талап етеді. Бұл жігер мен қайрат қолдан кеткен соң өкініп, өлгеннен басқа шараңда қалмайды. Ең дұрысы, теледидардың алдында сағаттап жатып футбол көру емес, алаңға өзің шығып жүгіріп, қимылдап, қозғалып, доп тебу. Футболды көрме, оны ойна деген тәмсіл осыдан шыққан. Авторы Санжар Керімбай, Қуыс кеуде кітабынан. Оқыған Перизат Әділқызы. Қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алда қызықты әңгімелер күтіп тұр. Көп рахмет.